Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге бала кезден көзімізбен көрген осындай қиярды 5 литрлік баклажкеге асорти түрінде тұздықтау әдісімен бөлісемін. Жасап көрсеңіздер болады, қытырлақ, дәмді болып шығады. Және бұл рецепт бойынша жасаған болсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен орташа көлемде қиярды үлкен ыдысқа мұздай су құйып, 2 немесе 3 сағатқа қалдырасыздар. Осындай бүдір-бүдір қиярды пайдалансаңыздар, қытырлақ болып шығады және орташа көлемде таңдап алсаңыздар болады. Кейбір рецепттерде бүтін күйінде қосады, мен 2 басын алып тастаймын керек емес жерін. Өйткені анамның өзінің жасаған жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Осылай 2 шетін жақсылап алып тастайсыздар. Осындай орташа көлемде болса, жегенге де көрінісі де әдемі болады. Ең алдымен баклажкамызды жақсылап жуып аласыздар. Ең бірінші, ешқандай иіс, дәм болып тұрмау керек. Қатып қалған ереже жоқ, қыздар, мынаны салыңыз, ең бірінші ананы салыңыз деген сияқты. Өзіңіздің қалауыңыз бірінен кейін бірін жарды көлемде салып, біздің 5 литрлік баклажкамызды толтыратын боламыз. Бұл жерде менде хрен қосылды, укроп қосылды, және қарабұрыштың үлкен дәнегі, сарымсақ қосылды, қияр, тәтті бұрыш қосылды. Барлығын міндетті түрде 7 қайтара жуып алыңыздар. Хренді негізі қосу керек. Біздің қиярымыздың қытырлақ болып шығуына жақсы көмегін тигізеді. Барлық жерлерде бар деп ойлаймын, сондықтан қосыңыздар. Содан соң барып қиярымызды орналастырамыз. Тағы бір ескеретін жағдай, қыздар, тәтті бұрышты 2 бөлікке бөліп те қоссаңыздар болады, немесе 3-4 бөлікке бөліп майда түрінен де қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің жегендеріңізге ыңғайластырып турап қосасыздар. Бірінен кейін бірін қосып аласыздар, және біздің баклажкамыз пустой болып қалмау керек, нығыз болып тұру керек. Шай ғана емес, үстінен сәл 1-2 ауыр затпен басып жіберіңіздер, немесе баклажканы осылай видеодағыдай қимылдатып, сілкіп жіберіңіздер. Мен екеуін де пайдаландым. Барынша нығыз болғаны жақсы. Және ащы бұрышты 5 литрлік баклажкеге мен 3 түрін пайдаландым, яғни 3 штук пайдаландым. Ащы бұрыштың бас жағын алып тастап, жақсылап жуып қоссаңыздар болады. Сарымсақты да қосамыз. Міне осымен біздікі дайын. Енді бізге сәл тереңде 30-қа мұздай салқын суды құямыз. Сосын баклажкамызды қойып, одан кейін барып қайнаған ыстық суымызды құятын боламыз. Ыстық суымызды құйғаннан кейін баклажканың қақпағын жауып, осындай терең жерге тағы да мұздай суға, ішіндегі суы мұздай болғанша жарты сағат көлемінде салып қоясыздар. Сосын ішіндегі суды толықтай төгіп тастаймыз. Бұл бізге бастапқы кезде керек емес. Тек бір-ақ рет қайталайсыздар. Осылай суын төгіп тастағаннан кейін лавр жапырағын қосамыз, 3-4 дана. Сосын қара бұрыштың үлкен дәнегінен 10-15 дана қосып шықсаңыздар болады. Ал енді 5 литрлік баклажкеге 5 ас қасық тұз, 3 ас қасық мен қант қостым. Дәмі әдемі жақсы болып шығады. Содан кейін барып уксус қосасыздар. Бұл жерде 5 литрлік баклажкеге мен 3 ас қасық уксус қостым. Аспирин де қосуға болады, қыздар. Қайсысы өзіңізге ұнайды, соны қоссаңыздар болады. Ал енді барлығын қосып болғаннан кейін біз тағы да жаңағыдай қайталап үстіне қайнаған суымызды құямыз. Асықпай құйыңыздар. Сәл көпіреді, жай-жайдан құясыздар. Қайтып қақпағын жауып, терең жерге мұздай суға 1 сағат, жарты сағат көлемінде салып қоясыздар. Осымен біздің огурцеміз де дайын, яғни қиярымыз. Жасап көрсеңіздер болады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап жатсаңыздар, міндетті түрде ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер, басқа да оқырмандарым оқиды. Өйткені мен бұл рецепт бойынша бала кезден жасағанын көзбен көріп, өзіміз отбасы болғаннан кейін, мен де өзімнің отбасыма арнап жасап жатырмын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер қазақша канал ұнап жатқан болса, тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Қыста рахатын көресіздер. Қазір енді көзімізбен көргеннен кейін онша қатты тәтті болмайды. Жоқ кезде бұның барлығы тәтті болады. Сіздермен болған Назерке, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.